фа соль ля си до. Осы бойынша мен бағаладым. Мына өзекті жүз бағдарламасы кеше жасадыңдар ғой. Енді қара, ең соңында мысалы Каусарда, Ильяста бір ғана жауап дұрыс болды. Онда бірінші саты, онда баспалдақ шымыр еді. Бірінші саты ғана келгенде оған мынандай мен жаңағы мынандай не беремін. Нақыл сөз, бағалау. Бұл сенің әрі қарай бірінші баспалдақта тұрсын. Жерден сілкін, қайраттан еркін деп Абайдың жаңағы нақыл сөз. Енді қара, екі жұп қояйын, екінші баспалдаққа, мына жерде біреу. Енді үшінші баспалдаққа шыққан бар. Үшінші баспалдақ мынау ми. Үшінші баспалдақ ми, ол барада бақыш кім бақыш? Үшінші баспалдаққа міне сөз сайыстан жеңілген де бір, тілі кесілген де бір. Бұл да орташа жерде тұрсын деген сөз. Түсіндің ба? Түсінген ма? Енді одан кейін төртіншіде тұр, мына төртеуі дұрыс болған. Мынау төртеуі дұрыс болған, Жанелге төртеуі дұрыс болғанға төртінші. Талаптан да өнер мен білім үйрен. Әлде де білім үйрен, әлде де іздену керек деген сөз мынау. Түсінесіңдер ғой, иә? Енді келесі бесінші қандай нота? Соль нотасы. Ал бесеу, бұл жерде бесеу жоқ екен. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алтыншы мынау? Ля нотасы. Алтыншы кім мынау? Абылай. Алтыншы. Бүгінгі жастарға оқу міндет, міне, ляға апарамыз. Бұл енді жақсы. Ля орташа емес, жақсы. Енді келесі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екінші орында тұрған Жанел. Екінші, Жания. Білімніңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Әлдеге біреу болса, сен шыңдайсың деген сөз. Енді келесі. До. Ең бірінші орында тұрған кім екен? Ақнұрда ең мынандай сөз. Білгені, көргені көп адам білімді болар. Міне, ең шыңға шыққан бізге кім екен? Ақнұр. Ең шыңға шыққан Ақнұр. Міне, мынандай балды әр оқушы өзім кешегі бағдарлама бойынша сендер шыңға шыққан. Осылай мен нақыл сөздермен сендерді бағаладым.